сәлеметсіңдер ме балалар? Жаңа сабағымыздың тақырыбы қандай топырақ құнарлы? Сабақ мақсаттары: топырақтың құнарлылығын құрамына қарай зерттеу, жүргізілген эксперимент нәтижелерін құрылған жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау. Балалар, ал енді біз қазір сөз жұмбақ шешіп берейік. Топырақтың құрамындағы зат. Әнжу? Балалар, сөз жұмбағымызды шешейік. Топырақтың құрамындағы зат. Арай? Құм. Тамаша. Келесі, топырақ құрамында не көп болса, өнім мол болады? Қара шірік. Тамаша. Келесі, топырақтың негізгі қасиеті. Топырақтың негізгі қасиеті. Қандай қасиет бар екен? Негізгі қасиеті. Топырағымыз қандай болса, өсімдік өте жақсы өседі деп едік. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар, топырақтың құрамына не кіреді? Су, құм, саз, ауа, шірік. Топырақ, тіршілік бесігі, қорек, көзі. Топырақ түрлерін атап беріңдерші. Әнжу, қандай топырақ? Құм топырақ екен. Арай? Қара топырақ. Қара топырақ. Саз топырақ. Тамаша. Топырақ түрлерін атайшы балалар. Қара топырақ, Саз топырақ, құм топырақ. ең құнарлы топырақ қара топырақ. Оның қарашығыс қабаты шамамен 1 метрге жетеді. Өсімдік қара топырақтан барлық қоректі заттарды алып, ылғалды сіңіреді. Саз топырақтың қатты бөлшектері өте ұсақ болып келеді. Сондықтан олардың арасында ауа мен судың қозғалысы қиындайды. Саз топырақтың құнарлығын арттыру үшін қопсыту керек. Құм топырақ ылғалды жақсы өткізеді, әрі тез жылиды. Оның құрамында қоректік заттар аз, ауа көп болады. Сол себепті су тез буланып кетеді. Қара шірік қалай пайда болады? Топырақтың түсінің қалыптасуы неге байланысты? Құрамындағы қара шіріктің мөлшеріне байланысты топырақтың түсі де түрліше болады. Оңтүстікте топырақтың түсі бозғылт болады, себебі селдір өсімдіктен қара шірікте аз қалады. Қара шірік көп болса, топырақтың түсі қоңыр болады. Қар сияқты болып тұратын жер ол сор, ол жер тұзды жер. Сор топырақта өсімдік өте сирек өседі. Ал балалар, енді біз зерттеп көрейік. Ағаш көшетін отырғызу үшін қандай топырақ қолайлы? Диаграмма сызыңдар. Топырақтың түрлері: құм топырақ, саз топырақ, қара топырақ. Балалар, бірінші жылы ағаштың биігі құм топырақта өскендіктен ол 10 см, екінші жылы 100 см, үшінші жылы 200 см. Саз топырақта өскен көшетіміз 7 см бірінші жылы, екінші жылы 100 см, үшінші жылы 210 см. Қара топырақта өскен ағаш көшетіміз бірінші жылы 20 см, екінші жылы 120 см, үшінші жылы 220 см болып өседі екен. Ал балалар, енді есте сақтайық. Топырақтың құнарлылығы оның құрамына байланысты. Қара топырақ ең құнарлы топырақ. Адам топырақтың құнарлығын жақсарта алады.
Балалар, топырақты сендер қалай қорғар едіңдер? Орман тоғайларды шабуға болмайды. Жақсы өнім алу үшін топырақты тыңайту қажет. Балалар, сендер бүгінгі сабақта топырақтың құнарлығы, оның құрамына байланысты екенін түсіндіңдер. Ағаш көшетін отырғызу үшін қандай топырақ қолайлы екенін білдіңдер.